Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге каналымда осындай тефтелер жасайтын боламыз. Ең алдымен бізге керек өнімдер описаниеда міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен осылай картоптарымызды рифленый пышақтың көмегімен осылай әдемілеп турап аламыз. Сәбізімізді де солай турап шығамыз. Піскенде өте әдемі болып шығады. Қалауларыңызша болгар бұрышын немесе қызанақ қосып жіберсеңіздер болады. Міне бізде тартылған етімізге ендігі кезек бияздарымызды алып ұсақтап турап қосатын боламыз. Және жуылған күрішімізді салып, дәміне қарай тұз бұрышымызды салып толықтай араластырып аламыз. Мінекей енді тартылған еттерімізді қолымыздың көмегімен осылай дөңгелек формамызға келтіріп, тефтелиларымызды жасап шығатын боламыз. Менде 23-24 штуктай шықты. Міне біздің тефтелиларымыз дайын. Енді табағымызды қыздырып, оған сұйық май құйып, ұсақтап туралған биязымызды сарғайғанша қуырып аламыз. Одан кейін мен кішкене қызанақ қостым. Осылай араластыра отырып, кезек-кезегімен қуырып аламыз. Ең алдымен сәбізімізді саламыз. Орташа отта 5-10 минуттан кейін кезекпен картоплымызды салып, оны да қуырып аламыз. Дәміне қарай тұз және қара бұрыш саламыз. Мінекей қуырылғаннан кейін енді қайнаған суымызды құйып, тефтелиларымызды салып, пісіріп аламыз. Өте дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Мінекей дайын болған тефтелиларымызды әдемі тарелкамызға салып, әсемдейтін боламыз. Мен әсемдік үшін бетіне аскөк септім. Қалауларыңызша әсемдеңіздер. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Кеңес берем. Рахмет.